Ассалаумағалейкум ағайын. Сіздермен Қоңырау Шақан каналы. Бүгінгі видеомыздың тақырыбы 35 тауық айына қанша корм жейді, қанша өзіміздің шаруашылықтан қанша расход кетеді осы тауықтарды асырау үшін. Біз кормнан аямаймыз тауықтарымызға. Ең басты факторлардың бірі осы тауықтардың тамағы. Тауықтар өте өнімді, жақсы туу үшін, денсаулықтары жақсы болу үшін ең бірінші факторлардың бірі сол қоректі заттарын аямау керек тауықтардың. Енді бүгін кішкене кешігіп келіп қалдым. Сондықтан осы тауық қораның светі өшіп, тауықтар ұйқыға кетейін деп жатыр. Енді қазір сразу қораға барып, кормдармен бір таныстырып өтейін. Ал енді тауық қораға келдік. Міне біз корм алған кезде бір айдық емес, 1,5 айдық аламыз. Бірақ қазір есептеуде оның бәрін өлшеп, бір айда қанша кетеді, соның бәрін есептеп көрсетемін. Міне ең бірінші келетін болсақ, бізде мына жерде несушка, тауықтарға арналған гранулированный несушка. Біз осыдан айына шаққанда 4 мешок аламыз. Үшеуі мына гранулированный, біреуі осылай ұнтақталған. Енді бұл нелердің бағасына келетін болсақ, бір несі 6500 теңгеден аламыз. Бір қабын килограмма шаққан кезде 2600 теңге. Сосын мына жерде бізде зерносмесь. Бұны да обязательно қосу керек тамақтарына. Өте жақсы зерносмесь. Әртүрлі витаминдерге бай тоже. Осыны әтештерге кішкене көбірек береміз. Анадан қарағанда әтештерге көбірек беру керек негізі. Тауықтар көбірек жеген жақсы, өйткені бұның құрамында кішкене не болады. Енді кейбіреулерінде аз болады, кейбіреулерінде көп болады. Гормондар тауықтар жақсы туу үшін дедім. Енді негізі аз болған жақсы адамның организміне, тауыққа да негізі. Енді нормасымен болу керек барлық нәрсе. Енді бұның бағасына келетін болсақ, бұның килограммы 144 теңгеден, бірақ бұл көбінесе 50 килограммен жүреді. А бізге айына бұл тек қана 25 килограмдан кетеді. Енді тез айта кетейін барлық нәрселерді. Мына жақта жымық уже бітіп жатыр бізде. Жымықты 50 килограмм аламыз. Жымықтың килограммын 200 теңгеден аламыз. Общий 5000 теңгеге аламыз. Бір 50 килограммдығын. Мына жақта бізде айта кетейін, бидай. Айына біз бидайды в основном негізі қысқы уақыттарда қосамыз. Жазғы уақыттарда қатты керек емес. Қысқы уақыттарда кішкене суықта болады ғой. 5 килограмм аламыз 160 теңгеден. Мына жақта жүгері. Жүгеріні 10 килограмм аламыз. Бұл ұнтақталған жүгері 170 теңгеден. Мына жерге ракушки бітіп жатыр екен. Ракушкиді бір көрсетіп кетейін. Ракушки тауықтардың жұмыртқаларының қабығын формироваться етуіне көмектеседі. Өте керекті элементтердің бірі. Біз бұны қазір айта кетейін, ракушкиді 5 килограмм аламыз 150 теңгеден. Мына жерде люцернаны 5 килограмм 380 теңгеден аламыз. Енді бұл гранулированный не ғой, кәдімгі жоңышқа. Соны суға езіп, кормдарын араластырып береміз. Тауықтар тек қана дәнді дақылдар емес, арасында осындай шөп шалан жеп тұру керек негізі. Тек қана люцерна ғана емес, арасында өзіміз базардан нелерді алып, 40 қабаттан да береміз. Мына жерде бізде ұнтақталған балық ұнтағы 240 теңгеден килограммы 5 килограмм аламыз. Енді бұл 5 килограммы негізі көп бір айға. Бір айда жемейді, оны 2 айда жейді ғой бұны. Енді қазір есептеп бәрін көрсете кетем. Қазір еще тағы да бір кормды көрсете кетейін. Мына қысқы уақытта осындай Smart Fit деген бройлерлардың комбикорм береміз. Бұл старт. Стартта өте көп витаминдер өте көп. Бұны жаңа шыққан балапандарға береміз.
и және өзіміздің тауықтарға корымдарына күніне аз-аздан қосып береміз. Оны көп беруге болмайды. Бірақ құрамында витамин көп болғанмен семіріп кетуі мүмкін. Негізі бройлерлерге арналған. Қатты семіріп кетсе тауықтарыңыз тумай қоюы мүмкін. Оны аз береміз. Примерно бір қысқы уақыттарда бір айда 25 килограммдай қосылатын шығар. Қазір енді есептеп көрсете кетейін. Міне есептеп кеттім. Теориялық тұрғыда бір тауық күніне 150 грамм корм жейді. Бізде 35 атештермен қосқанда 30 тауық, 5 атеш. 35-ті көбейтеміз 140-қа. 4-9 килограмм негізі. Бірақ мен 5 килограмм деп ала салым. Айына 150 килограмм жейді. Жылына 1 тонна 800 килограмм жейді. Барлық бір айда есептеп шықтым. Қанша күніне қанша, айына, жылына қанша біздің тауықтар жейтінін. Енді ең бірінші келейік. Жаңағы несушка 260 килограмм, 25 килограмм болады әр қабында. 6500 теңгеден әр қабы. Біз айына 4 штугын аламыз. 26 мың. Екінші ол бізде зерна смесь. 144 негізі 50 килограммда жүреді всегда. Біз сразу 50 килограмм 2 айға ала саламыз. 7200 теңге шығады. Бірақ біз оны 0,5-ке көбейтеміз. Себебі біз айына есептеп отырық қой. Бізде 3,6 мың теңге шығады. Ол үшіншісі бізде старт. Ең қымбат корымдардың бірі. 368 теңге. Әр қабында 25 килограммнан болады. 9200 теңге. Оны да 0,5-ке көбейттім. 4600 теңге. Жымық 200 теңге. 25 килограммы 5000 теңге. Оны да 0,5-ке көбейтіп 2,5 мың теңге шықты. Жүгері 10 килограмм ұнтақталған 170 теңгеден 1700 теңге. Бидай 5 килограмм аламыз айынан 160 теңгеден 800 теңге шықты. Ракушки 150 теңге, 5 килограмм 750 теңге. Люцернаға келетін болсақ 380 теңге килограмм, 5 килограмм аламыз. И оны 0,5-ке көбейтеміз, өйткені люцернаны да 5 килограмм жемейді. Аз-аздан береміз, арасында ғана суға езіп 950 теңге шықты. Енді балық ұнтағына келетін болсақ 240 теңге килограмм, 5 килограмм аламыз негізі, бірақ ол 5 килограмм көп болады бір айға, сондықтан 0,5-ке көбейтеміз да 600 теңге шықты. Сонымен енді айына келген кезде, есептеген кезде барлығын 41500 теңге 205 килограмм корм. Міне жаңа теориялық тұрғыда 150 килограмм дедік. Біз бірақ өзіміз сол 205 килограмм корм алады екенбіз айына. Енді күніне шаққан кезде ол 1383 теңге шықты күніне. Біздің тауықтар күніне 1383 теңгеге корм жейді. Ал енді жылдық көрсеткішке келетін болсақ, 12 айға көбейтсек 498 мың теңге. Артығымен есептеген кезде 500 мың теңге ғой жылына. Біздің шағын ғана шаруашылықтың расходтары осындай. Енді бұл жерде примерно есептелген. Негізі осы 41 мың теңгеден кішкене ақша алып қойсаңыздар болады, негізі теориялық тұрғыда. Себебі біз корымдарды тек қана бір айға емес, сразу 1,5-2 айға алғандықтан кішкене негізі арзандау шығады бұдан. Осы видео сіздерге пайдалы деген ойдамын. Осымен видеомыз аяқталды. Сау саламатта кездесейік.